Сол жанымыз тазармағаннан кейін біз осындай халге душар болып отырмыз бүгінгі дейін. Әртүрлі сынақ бізді тозаққа қият. Однолюб болсаң қимауы мүмкін. Жүректі бөлген болсаң қият сені. Өйткені пайғамбарымыз осы отырған еш қайсымызды қимайды. Біз соның қадірін біліп жатырмыз ба? Мұхаммедке саллаллаху алейхи ва саллям үммет болғаның үшін сен қадірін біліп жатсың ба? Соны ойлаш, бір сәт ойлаш. Алла субхана ва тағала, құрметті жамағат, біздің жүрегімізге қарайды. Алла біздің түрімізге қарамайды, бет-әлпетімізге. Біздің дене бітімімізге қарамайды. Осы отырғанда Алла тағала біздің жүрегімізге қарайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: «Инналлаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум, валакин янзуру иля кулубикум» дейді. Не деп жатыр? Хадистің мағынасында Алла тағала сендердің түр-әлпеттеріңе қарамайды дейді. Сондай-ақ Алла тағала сендердің дене бітімдеріңе де қарамайды дейді. Алла тағала сендердің жүректеріңе және жасаған амалдарыңа қарайды дейді. Сондықтан құрметті жамағат, біздің Құдайдың алдында жүрегіміз таза болу керек. Біздің үстіміздегі киіміміз, астымыздағы көлігіміз қызметімізге қарамайды Алла. Ау мынау министр екен, ау мынау депутат екен, ау мынау охранник екен, ау күзетші екен, ау демейді. Мынау малшы екен, ау демейді. Алла біздің жүрекке қарайды. Сол Құдайдың қарайтын жүрегін біз таза ұстауымыз керек. Үстімізге қандай таза жаңа киім кигізіп қойса да, жүрегіміз таза болмаса, Алла бізге қарамайды. Сондықтан Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Яумун ла янфағу малу ва ла банун илля ман аталлаха би қалбин салим» дейді. Қиямет күні жиған дүние бала-шаға пайда бермейді дейді. Пайда беретін нәрсе илля ман аталлаха би қалбин салим, Құдайға таза жүрекпен келсе ғана. Сондықтан құрметті жамағат, біз жүректің тазалығына мән беруіміз керек. Біз кейде қателігіміз не? Қателігіміз дейміз ба? Іліміміздің таяздығы дейміз ба? Кейде біз үстіміздегі киімге мән береміз. Иегіміздегі сақалға мән береміз. Басымыздағы тақияға мән береміз. Оны жаңағы үстіміздегі жекетіміздің түріндей қыламыз, подсвет болсын деп, бірақ оның еш қайсысы да Құдайдың құзырында рөл ойнамайды. Сен әуратың жабық па? Болды. Жүрегің таза болса болды. Енді қараңыздар, адам баласы екі нәрседен тұрады: тән, жан. Рух деп жатымыз ғой, неше күннен бері рух болып отырған. Адам баласы екі нәрседен тұрады: тән, жан. Тәніміздің ауруы болған секілді, тәніміздің жаны болған, жарасы болған секілді, жанымыздың да, яғни жүрегіміздің де аурат, жүрегіміздің де жарасы болады, құрметті ағайын. Тән жарасы кеудеден жан шығумен қалады. Түсінесіздер ме? Тән жарасы не істейді?
кеудеңнен жаның шықса, тәніңмен бірге қалады қабірде шіріп. Ал жүректің жаның ауырса, оның емі тек тозақ. Біліп алыңыздар. Сондықтан кейде бізде ана бір адам сырқаттанып қап, немен ауырды десек, жаман ауру дейді. Қайсы анау? Жоқ, ол жаман емес, Алла басқа самасын. Яғни бір екінші мағына, аурудың жақсы жоқ, екінші мағына. Аурудың жаманы жүректің дерті. Сол жүректің дертін тазалауымыз керек. Тәннің тазалығы жеңіл. Моншаға барсаң, болды. Тап тазағып, ысып, аппақ қып береді. Бірақ жүрек тазармағаннан кейін болмайды. Жүрек немен тазарады? Біздің жанымыз немен тазарады? Сол жанды тазартуымыз керек. Сол жанымыз тазармағаннан кейін біз осындай халге душар болып отырмыз бүгінгідей. Әртүрлі сынақ. Осы жүректің дерттерін бір қатарын айтып берген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисі бар. Сол хадисті айтып берейін сіздерге. Пайғамбардай бізге ақылшы, пайғамбарымыздай саллаллаху алейхи бізге өсиет қалдырған ешкім жоқ. Пайғамбардай бізге жан ашыған ешкім жоқ. Біліңіздер, ол затты біз қалай тыңдамаймыз, ол затты біз қалай жақсы көрмейміз. Өйткені біз үшін күйіп пысқан бірақ адам, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бәрінен артық жақсы көруіміз керек біз. Ата-анамыз ше, бізді тозаққа қият. Баламыз ше, ол да бізді қият жамандыққа. Құдай қосқан жарың ше, ол да қият сені. Досың ше, ол да қият. Сен ата-анаң айтшы, әке, ана, мына менің намазым жұмысыма кедергі келтіріп жатыр деш. Прокуратурада істеуге, әскери қызметте істеуге. Балам, әлі жассың, онда намазыңды қоя тұр дейді. Демек, әкең сені отқа қиып жатыр да. Балаң айтшы сен. Бір кісіге айтам, аға намаз оқыңыз. Я дайынмын дейді, оқығым келет дейді. Бірақ балам органға тұру керек, мен сондықтан қазір оқымайым дейді. Қиды ма? Қиды. Баласы айту керек еді, әке, жұмыссыз екі қолға бір жұмыс табылады, намазыңызды тастамаңыз. Жоқ, айтпайды. Әке, намаз оқымай тұра тұрыңыз, сіз қазір намазға жығылсаңыз, мен жұмыс қалмай қояды дейді. Баласы әкесін қиды ма тозақ? Қиды. Жамандыққа. Жарың ше? Қияма, қимай ма? Жамандыққа. Тәке. Да, однолюб болсаң қимауы мүмкін. Жүректі бөлген болсаң қият сені. Бәр қуанып қалдыңыздар ғой, однолюб дебен, бәр қуанып қалдыңыздар ғой. Ал қараңыздар, досың ше, сені қият.
қият. Бізді жамандыққа қимайтын бір-ақ адам бар. Ол кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан Омар радиаллаху анхудың сәл кідіріп, я Расулалла, өзімнен де сізді артық жақсы көрем дегенде, пайғамбарымыз не деді? Әләне я Омар, Омар міне енді сенің иманың кәміл болды деді. Сонда ғалымдар айтады, Омар неге ұзақ ойланбастан бірден, я Алла, бірінші өзім деп тұрады, сосын сізді деп тұрады, сәл кідірді де, сізді я Расулалла деген кез не деді? Өйткені пайғамбар болмағанда біз кім едік деген ой келді деді болды. Міне біз сол үшін пайғамбарды жақсы көреміз. Өйткені пайғамбарымыз осы отырған еш қайсымызды қимайды. Сіз бен біз үшін уайымдап өткен адам сол кісі ғана. Бізді бір жамандыққа бұйырған бір жерін айтыңызшы маған. Айтыңызшы. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ақырдың пайғамбары, пайғамбарлардың мөрі, адамзаттың асылы. Айтшы, мына бір нәрсесі маған зиян деп айтшы сен. Айтшы. Жоқ. Тек жақсылық. Бізге жан ашыған, бізге ертең қияметте шапағат етеді еще. Үмметім деп күтіп алады. Біз соның қадырын біліп жатырмыз ба? Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам үммет болғаның үшін сен қадырын біліп жатсың ба? Соны ойлаш, бір сәт ойлаш.